Бауырлар, бір үзіндіні келтіргім келіп тұр. Осы әлеуметтік желіде тап болған, соны көре өтсек. Ал енді соны қару пайда болған кезде үйретіп қойсыз. отты қарудың пайда болған кезінде күйреді. Неге күйредің соны? Мысалы сен білесің бе? 1359 жылдан кеше Абылай хан өлгенше сен аттан түскен жоқсың. 500 жыл бойы соғыстың. Не үшін соғыстың? Былайша айтқанда, дінің үшін соғыстың. Соғыс болған жоқ. Қазақтың жері үшін соғыс қой. Жап-жас болып алып, осы кісіге, ақсақалға шет жақтан жабылып шакалдар сияқты комментариydегілерді тіптен мидан кеткен кісілер. Осыған кішкене тоз тақырыпқа тоқталайықшы. Бұлар айтып отырды, Абылай хан жер үшін күресті, қазақ жұрты үшін күресті дейді. Бірақ түп дерекке негізделіп қараған кезде, оның барлығымыз мойындаймыз, қазақ үшін күресті, жер үшін күресті, ел үшін күресті дейміз, мақұл. Бірақ мына дерекке қарап сіздер не айтасыздар ал? Мына экранды көріп отырғаныңыз бұл Абылай ханның жазған соңғы хаты, түпнұсқасы. Міне, тіпті Абылай ханның өзінің мөрі тұр. Абулай хан деп жазылып тұр міне. Бұл хаттың шархында былай деген Абылай хан. Міне, хаттың соңына қарата назар аударсаңыз, Абылай ханның өзін жазып кеткен осындай үндеуі бар. Әмма әуелінше екі жұрттың арасында, біздің жұртымызбен арадағы істерде деп айтады, шариғатты төзеп қылып торғайсыз деп жазған. Шариғатты төзеп қылып торғайсыз дейді. Міне, торғайсыз қилеп, торғайсыз шариғатты дейді. Міне, бұл не мағынаны білдіреді ол? Орнатып қойыңыз деген. Орнатып қойыңыз шариғатты қазақ даласының заңнамасына деп. Орыс патшасына жазған үндеуінде соңғы хатында. Міне. Оны аз деп жатсаңыздар, тағы біреуін келтірейін. Орыстардың өз заманында жазып кеткен казахско-русские отношения в 16-18 веках дейтін еңбегі бар. Сол еңбегінің 621 бетінде былай деп жазған. Абылай Сұлтан им всем киргизцам часто толкует, дабы никто киргизцы с китайцами верно ничем не обязывался и ни на какие их обманы не склонялись, коими весьма мерзит им киргизцам яко закон, имеющим мусульманам от них и от их мирских религий отучаться должно и соединения никакого не иметь. Абылай ханның бұл әрекетін орыстар былай деп түсіндіреді. Абылай ханның өзі қытайлардың арасындағы байланыста қазақтардың өзге дінге өтіп кетпеуін, қазақ, яғни шүршіт Қытайдың дінін тәрк етуге шақырған. Кімде-кім бұл дінді қабыл алысатын болса, жаза тартатын болады деген үкім болған Абылай ханның заманында. Бұл дін үшін күрес демей, бұны немене